Саламатсыздар ма? Мен Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжінің тоқыма бөлімінің арнайы пән оқытушысы Дүйсенбаев Мұхамбетқалимын. Бүгінгі сіздерге арналған тақырып тоқыма өнерінің заманауи жасалу әдіс тәсілдері. Қазақ халқының қол өнері өте бай өнер. Соның ішінде тоқыма өнері кең таралған. Осы өнерді дамытуға біздің колледжіміз Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжінің үлесі зор. 70-ші жылдары Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесі болып тұрған уақытында алғашқы тоқыма бөлімін ашқандардың бірі Құрас Тыныбеков болатын. Тоқыма өнерін дамытып үлкен үлес қосқан шет елдерде өнерін дәріптеп жүрген біздің түлектеріміз аз емес. Біздің айта кетерім болсам, мысалға, біздің ұстаздарымыз Патима Зәуірбекова, Тұяқова Гүлшара Мұсайевна, Сугуров Жандарбек Кемалиевич, Әлібай Сәуле Бапановтар, Базарбаева Раушан Еркенна туралы айтып кетуге болады. Енді мен өзіміздің тоқыма бөлімі туралы айтып кетейін. Қазіргі таңда біз болашақ ұрпаққа тоқыма өнерін ұлттық нақышты ұстап, заманауи үлгіде оқытып үйретіп жатырмыз. Яғни ол ши орау өнері болсын, тоқыма өнері болсын, кеске өнері болсын, жүннен жасалатын бұйымдар өнері болсын, ол заманға лайық болу керек. Енді мен ши туралы айтып кетем. Ши өнері туралы. Оған керек материалдар: ши, әртүрлі бояу түстерінде жүндер, бояу түстерінде жіптер қолданамыз. Тақтайша, оған тартылған шиге қалып, жіп тартып, картонды бекітіп, орай бастаймыз. Бірінші, мынау ұлттық ою-өрнекті орайды. Екінші, өздерінің композицияларын күрделене бастап, орай бастайды. Өздерінің композицияларын жасайды. Сосын аяқтап, оларды безендіріп, көрмеге даярлап қояды. Енді мен тоқыманың түрлерін айта кетейін. Ол тақыр кілем, түкті кілем, өріп тоқу, күрмек байлап тоқу, алаша тоқу, әртүрлі тоқу түрлерін үйренеді студенттер. Енді мен гобелен тоқу туралы айтып кетейін. Бірінші курста станокқа негізгі жіп тартып, арқау жіптермен әртүрлі тоқуды түрді үйрене бастайды. Бірінші курста олар бірінші жұмыстары натюрморт тоқиды. Шағын размерде өздерінің стилизовать етілген бірінші курстағы натюрморттарын тоқиды. Шағын гобелен өстіп, әшекейлеп, көрмеге даярлап қояды. Екінші курста гобелен, мынау жайлауда деген жұмыс. Бұл жерде енді адамсыз жануарлар табиғатпен, жазықтықпен байланыстырып тоқиды. Әрі қарай күрделеніп, үшінші курста
енді тақырыптық темалар ала бастайды. Олар мысалға мына жұмыс жалаушы деген. Өзі бояу түстерінде орындау. Орындалу жағынан көрініп тұр. Енді мынау портрет. Томирис деген. Енді үшінші курста күрделі гобелендер тоқи бастайды. Тақырыпқа байланысты. Мына жерде енді мынау көп фигуралы композиция тоқып отыр. Мысалы мини гобелен дейміз. Мини гобелен. Енді біз келесі кестеге келетін болсақ, бірінші мынандай рамаға матаны тартып алады. Сосын өздерінің композицияларын салып, тіге бастайды. Біз кестеменен. Ол біз кестені, одан біз кестеменен тіге бастайды. Бұл композиция бірінші мынандай ою-өрнектерді тігіп үйренеді кестені. Әрі қалай күрделі жұмыстар жасай бастайды. Енді мынау жүнге келетін болсақ, жүн бұйымдарына. Олар бірінші курстан ең бірінші басып, киізді басып, жай ғана басып үйренеді технологиясын. Содан кейін күрделі бір өздерінің композицияларын баса бастайды. Әртүрлі. Бұл жүннен әртүрлі мынандай сумкілер, өздерінің ойыншықтар, әр нәрсе жасап, мысалға алма жасап үйренеді. Сосын дуалды оқытуда бұларда киім басып, киім басқа үлкен монументалды жұмыстарды жасап үйренеді. Енді мен құрғақ жүнге келсем, екінші курстың жұмысы, рамаға матын тартып, инеменен ұрып, жүнді инемен ұрып, осындай құрғақ жүн дейміз бұны. Бұл да қазіргі заманауи жаңа технологиямен үйреніп атқан студенттер жақсы көреді осы жүнмен жұмыс істегенде. Осы мен қысқаша осы тоқыма түрлерін айтып кеттім. Студенттер енді өздерінің композицияларын өздерін көрсетіп, көрмелерде, байқауларда өздерінің орындарын алып, тиісті творчестволық жұмыстарымен енді байқалып, біздің колледждің атын шығарып жүр. Мен осымен кішкене қысқаша таныстырып өткен сабағымды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.